мына советский вафлиді жақсы көрмейтін адам жоқ шығар. Қараңыздаршы, әртүрлі формада жасап, ортасына сливки мен крем жасап, үстіне малина қосып жасауға болады. Алдымен 5 жұмыртқаға қанты, ерітілген сары майды, ұнды салып, жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Енді вафельницаны алып, кішкене қыздырып, май жақпай-ақ бірден осылай қамырын салып пісіре бересіздер. Біреуін осылай трубочка ретінде, екіншісін гүл тәрізді форма жасадым. Осылай төртке бөліп, стакан қойып қойсаңыздар кішкене қатқанда формасын ұстайды. Екіншісі осындай формочка, корзина сияқты, ортасына осылай сливки творожный сырмен крем жасап, малинаны салдым. Өте керемет дәмді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Сонымен қатар сіздермен пайдалы ақпаратпен бөлісін кеп тұр. Бұл биоглаз капсулалары. Құрамында теңіз өнімінен алынған ацидия, көзге пайдалы лютеин және АБЦД витаминдері бар. Олар көздің иммундық жүйесін қолдауға көмектеседі. Біз оларды көздің шаршауын азайту үшін қабылдаймыз. Сонымен қатар ультракүлгін сәуледен қорғайтын очкиде тапсырыс бердік. Егер экран алдында көп отырсаңыз немесе көзіңіз тез шаршайтын болса, осы биоглаз капсулаларын алсаңыздар болады. Сізге барлық ақпаратты осы видеоның астына қалдыратын боламын.